Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғимараттардың планы, фасад және де тілігінің сызбасы. Ең алдымен тілік дегеніміз не екенін біліп алайық. Осы вертикаль жазықтықпен ойша қиылған ғимараттардың көлденең немесе ұзыннан шыққан кескінін тілік деп атаймыз. Тілік ғимараттың көлем конструктивті есебін шығару үшін қызметін көрсетеді. Терезелердің сыртқы есіктері мен қақпаларының ойықтары, сатылы торлары, жедел сатының шахтасы мен балкон мен лоджияларының көрсетілулері керек. Іргетасының ар жабының басқа элементтердің итарқасының құрылымдарда көрсетілмейді. Құрылыстық сызбалардың негізгі ерекшеліктерінің бірі ол бірінші қасбеті, фасадтар, яғни қасбет ғимараттың сыртқы қабырғаларының кескіндерін көрсетеді. Ондағы қасбетте терезелер мен есіктердің орналасулары және де ғимараттардың сәулелік белгілері көрсетіледі. Ғимараттың сыртқы түрлерінің бейнеленуі фасадтар ғимарат проекцияларының сәулеттік композициясы туралы ойын береді. Оның нұсқасы жалпы сәулеттік құрылыстық есептеріне ғимарат проекциясына енеді. Фасадта болуға тиісті негізгі ерекшеліктер олар біріншіден ғимарат және бөлшектер көрінісі, екіншіден өзіндік үзілме білігі болу қажет, биіктік белгілері, терезелердің ойықтарын толтырудың үлгісі, бөлшектері, түйіндердің маркалары мен жасырылған жоспарлар мен тіліктер. Және де жоспар мен тілікте көрсетілмеген тіліктер элементтердің байланысы, соңғысы фасадтың айқындалуы қажет. Фасадты құрастырудың негізгі тәртіптері ол біріншіден жалпы парақты қиыстырып алуымыз қажет. Фасадтың тор шілтелерін тұрғызады. Негізгі жобаның сызылуы қажет. Бөлшектер сызылуы қажет. Шығарма белгілерін үзілме біліктердің маркалардың сыртқы қабырғалардың элементтерін, балкон мен лоджияның қоршауының құрылымдық түйінін қондыруы қажет. Фасад сызуының графикалық безендірілуі қажет. Тілікті салу мен сызу кезінде барлық салуларды жіңішке сызықтармен тәртіппен орындайды. Біріншіден сызудың қиыстыру модулі үзілме тор шілтерімен тұрғызылады. Екіншіден негізгі тілік жобасы сызылады. Үшіншіден тілік бөлшектері сызылады. Сызықтық өлшемдер қондырылады. Және де соңғы бесіншіден сызудың тілігінің графикалық безендірілуі қажет. Ғимараттың жоспары ол терезелердің астыңғы жағынан сәл төмен горизонталь жазықтықпен сызылған тілікті айтамыз. Ғимарат жоспары пәтердің ғимараттың горизонталь тілігінен шыққан қиюшы жазықтықтан шыққан есік пен терезе арқылы өтетін көрінісін айтамыз. Жоспар бізге жоспарланған көлемнің ғимараттық композициясын, қабырғалардың тұрған жерлері мен басқа да құрылымдарын, қоршауды туралы олардың бөлу біліктерінің тор шілтерімен байланысын, қабаттағы барлық бөлмелердің орналасуын және де олардың тағайындалуына қарай, тілік пен пішініне қарай сатылылардың орналасуы, темір жолдарының құрылуы, санитарлық техникалық құрал жабдықтар туралы ой береді. Ғимарат жоспарының сызылу тәртібі ол біріншіден міне балалар, сызу жоспарының қиыстыру арқылы өтеді, үзілме біліктерінің модульдерінде тор шілтерлер сызылу қажет, ғимарат жоспарындағы арнаулы қоршаулы құрылымдардың байланысы болу қажет, және бөлшектер жоспарының сызылуы мен өлшемдердің жазуларының қондырылуы қажет. Соңғысы сызуды безендіріп алуымыз қажет. Балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл суретте ғимараттардың тіліктері мен жоспарларындағы терезелік есіктік ойықтарының шартты графикалық белгілері, көрнекілері кескінделіп көрсетілген. Көріп отырғандарындай тіліктегі қабырғалардың тұтас негізгі сызықтармен және де тіліктегі қабырғалар тұтас негізгі сызықпен, терезелік ойықтар тұтас жіңішке сызықтармен кескінделген. Бұл есіктік ойықтардың орнына жоспарда сызықтарды жүргізбей-ақ, бірақ есіктің тақтасына және ашылу бағытын көрсететінін нақты бізге тіліктер арқылы көрсетіп өткен. Балалар, бүгінгі мен сабақты түсінікті деп ойлаймын сендерге. Сонымен қатар балалар, мен сендерге үйге тапсырма осы сұрақтарға жауап беріп келулеріңді сұраймын. Келесі сабақта жүздескенше қош сау болыңдар.